Елестетіп көр, сен дәрігерсің. Жай дәрігер емес, адам етіне анализ жасап, құрбанның қалай өлгенін анықтайтын дәрігерсің. Қаншыр қандай қателік жіберсе, полицияға ұсталмайтынын, тіпті оның кім екендігін біле аласың. Егер адам өлтіріп қойсаң, ізіңді жасыруды сенен артық ешкім білмейді. Дәл осы қабілеттер саған берілсе, қылмыс әлеміне аяқ баспас па едің? Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2008 жылы жарық көрген Pathology хоррор триллер фильмін айтатын боламыз. Онда көпке созбай, видеоны бастайық. Кино Гарвардтың үздік түлегі, Американың ең үлкен лабораториясы болып саналатын Pathology лабораториясына шақырту алып, туған кішкентай қаласын тастап Лос-Анджелеске келуімен басталады. Басты кейіпкер Тед Грей жұмыс есігінен кіре бергенде, сол жердің бас дәрігері, қасындағы Гаула есімді дәрігерге біздің Тедті өлтіріп мақтай бастайды. Гарвардты үздік аяқтаған, үйрікті жолдан өткізіп жіберген, босана алмай жатқан түйені босандырған деген сынды. Оған әлгі Гало кітап оқып білімді болу мен оны практикада қолдану екеуі екі бөлек нәрсе деп, оны жақтыртпай тұрғанын бірден білдіріп қояды. Оның үстіне сол күні баланың мәйітінен анализ жасау кезінде екеуі екі түрлі өлім себебін айтып, достықтарына қайта түседі. Және де Тедтің айтқан себебі дұрыс болып шыққандықтан, Гало және оның достары операция пышақтарын сайлап, мәйіттерін майлап, тістерін қайрап, Тедке жайлап, қарап іштеріне мына өзін кім деп ойлап жүр деген оймен бүгінгі күнді аяқтайды. Ал тәкеңе бәрібір, жұмысын жасап жүре берсе болғаны. Солаймен бір күні жұмыстан соң әлгілер, әйтеді, жүр, салқын сыра ішіп, біраз қызып қайтайық дейді. Ішкен адам не демейді? Кімді болса да өлтіріп ұсталмай кететін болсаң, кімді өлтіретін едің деген тақырыпта сөз өрбітеді. Сәл отырып Тед әрі қарай сенсіз баратын жеріміз бар еді. Ол туралы саған ертең айтып береміз деп кетіп қалады. Ертеңінде Гало Тед екеуі өлесі мас болған күйде көлік жүргізіп, сосын қайта ішіп, сонында Гало біздің Тедті бір түрлі онша емес жерге алып келеді. Hey, sport. Ертеңінде лабораторияға судай жаңа мәйіт келеді. Бетін ашса, кешегі аққуа ханзада екен. Тед шок болған күйде өлім себебі туралы айтып, әдеттегідей басқа дәрігерлердің болжамы теріс екендігін дәлелдейді. Жұмыстан кейін Гало морг бөлмесінде Тедке бағанағы ойын таяды, бірақ нақты өлім себебі ол емес. Ойын басталды. Қалай өлгенін анықта дейді. Тед оған 4 қабаттан қылтима деп кетіп қалады. Сыртқа шығып бара жатып, коллективнің моргқа кіріп бара жатқанын көреді. Үйіне келіп Галоға, сен ғой оны өлтірген, мен полицияға бәрін айтамын дейді. Сөйтсе Гало өткен түні қылмыс орнына бейкүнә Тедтің әртүрлі қылмыстық белгілерін қалдырып кетіпті. Келесі кезіккенде Тед әлгі жігіттің өлім себебін дәл тауып, ойынға бір бағытты жолмен кіріп кетеді. Ойын шартына сәйкес, бір науқасты өз өліммен өлген сияқты етіп, білмеймін, мен химияға өте нашармын, бірдеме қоспалар қосып арқылы өлтіріп тастайды. Одан басқасы өлім себебін табу керек. Басты ереже осы. Кезекпе-кезек адамдарды өлтіріп, қалғандар оның өлім себебін табады. Кім ең креативті өлтіруші болса, соны мақтайды. Иә, сияқы осы. Енді өлтіру кездегі Джульетта да, ол Галоның қызы, екінші қызбен өте жақыннан сөйлеседі. Және екеуі бірігіп, Тедке ертек айтып береді. Миссияға келген Джульетта топтың оған таңдап берген адамы өзінің алқаш педофил әкесі екенін айтып, Тедке көмектесуін сұрайды. Сәтті өлтіргеннен кейін екеуі қуаныштың құрметіне патата болады. Топтағылар өте креативті өлтіру болғандықтан Тедтің қатысы бар екендігін сезеді. Гало Тедтің өлтіру жолын мақтап, ол шал Джульеттаның әкесі емес, әшейін кездейсоқ біреу екендігін айтады. Жаттық пойызына бір жақты билетпен отырып қойған Тед екі түрлі бір сұмдықтың бәрін көреді. Ұзақ уақыттан кейін әйелі келіп өмірі бір қалыпты бола бастайды. Әйелі оның есірткіш екенде қолданатын бір нәрсесін тауып алады. Талайдың түбіне жеткен тәкеңе өтірік айту сөз боп па? Кешке болатын дәрігерлер кездесуіне Гаула Джульетта екеуі оның әйелімен танысады. Неге екенін түнде Тедке хабарласып, оны моргқа шақырады. Келсе Гало үш әйелді өлтіріп болып, өзін сахнадағы әртіс ретінде сезініп тұрады. Үйіне келсе есік алдында Джульетта, мен сені жақсы көрем деп, сені сағынғаннан келдім дейді. Осының бәрі стресске әкелді ма, сау санасы оралды ма, мен ойыннан шығамын деп Галоның бетіне былш еткізеді. Жалғастыр, немесе келесі раундтың қояны сен боласың деген жауапты алады. Содан не керек, келесі құрбанның бетін ашса Джульетта болып шығады. Гало көріп қойған байтеуір өлтіріп тастапты.
Тед олардың есірткі керектенетінін біліп, моргтың ішіне от жақса атыладындай етіп тұзақ құрып қояды. Бәрінен құтылдым, бәрі жақсы болды деп ойлап отырғанында, төртеуі өліп, Галлоның аман қалғандығын біледі. Ал оның бару мүмкін жалғыз жер Тедтің үйі. Барлық күшімен жүгірсе де әйелін құтқарып үлгермейді. Байқұс Тед өз әйелінің өлімін өзім анықтаймын деп іске кіріседі. Әйелінің өлтіру себебі газеттерге шығып қойыпты. Оны оқыған Галло өзінің ең ерекше өлім тәсілін әшейін өлім сияқты қылып жазғанына ашуланып, мен ойынды жеңдім, өйткені мен сенің ешқашан таппайтын әдісіңмен оны өлтірдім деп айғайлап тұрғанында, оны талдырып тастайды. Негізінде тәкең өлім себебін әдейі қарапайым етіп жазып, Галлоны өзіне әкелтудің әдісін ойлаған, және оны өз тәсілімен өлтіруді жоспарлаған екен. Аузына арнайы бір бәлені тамызып, 7 минут бойы қозыла алмайтын қылып, есінен танып қалмайтындай етіп, асықпай денесін кесіп, тірідей бөлшектеу арқылы кегін алып, кино аяқталады. Және де достар, біздің де видео осылай аяқталуда. Видеоны ұнаса не істеу керек екенін білесіздер, лайк басып өз ой-пікірімізді комментарийға қалдырып кетеміз. Және ең бастысы, Ерасылдың ресми тиктогын қарауды ұмытпаймыз. Ол жақта да контенттер күн сайын атқылауда.